Подсознание может все. Түп санаңмен ойлау арқылы өзің қалағандай өмірге жетуге болады. Кітап авторы Джон Кэхо 1975 жылы орманға өмір сүруге кетіп қалып, 3 жыл көлемінде адамның миының жұмыс істеуінің ішкі механизмдерін зерттеген екен. Осылайша ол мидың күшін дамытудың ең қарапайым бағдарламасын құрастырып шығады. Айналамызды қоршағанның барлығы энергия болып табылады. Ой да энергия, және ол тезірек материалды форматта жүзеге асуға ұмтылады. Әрине, бір ғана ой үлкен күшке ие бола алмайды, алайда оны үнемі қайталап елестету арқылы мықты күшке айналдыруға болады. Түп санаңмен ойлаудың алғашқы қадамы күнделікті миыңа келетін ойларды бақылауда ұстау. Саған қандай ойлар жиі келеді екен, жай ғана бақылай жүр. Негативті ойларды бақылауда ұстап, ойлау образын өзгерту қажет. Егер сыртқы жағдайларды өзгерткің келсе, өзіңде жетістікке жеткен адамның ойлау образын қалыптастыр. Сенің миың баққа ұқсайды, ол бақты үнемі қадағалап отыру керек. Қадағаламай кетсең, арамшөптер, яғни негативті ойлар қаптап өсіп кетуі мүмкін. Сен бағбан ретінде өз бағыңды қалай ұстайтыныңды өзің таңдайсың. Бір нәрсені біл, не сен өзіңнің еңбегіңнің жемісін жейсің, не әрекетсіздігіңнің зардабын көресің. Барлық жетістікке жеткен адамдар өздерінің жетістікке жететіндерін бала кездерінен бастап визуализациялап жүрген екен. Визуализация дегеніміз әлі болмаған оқиғада өзіңді елестету. Сол сәттерді сезіну, ойлау, адам өзі алғысы келетін нәрсесін уже алып қойғандай, сол істі істеп жатқандай елестетеді. Сәтті визуализация жасау үшін өзіңнің не қалайтыныңды шешіп ал. Денеңді босаңсыт, істеріңнен көңіліңді бөл. Тәніңмен және рухыңмен демалыс жаса. Алдағы 5 күн көлемінде қалайтын нәрсеңді ойыңда елестет. Көбінесе алып жатқан, істеп жатқан істеріңді, заттарыңды елестет. Ойларыңда бұл оқиғалар сенімен уже болып жатқанда елестет. Өзіңнің ішкі киноңды жаса. Визуализацияны 1-2 рет жасап қойып, нәтиже күтудің қажеті жоқ. Оны үнемі жасап жүру керек. Визуализация жасаған сайын сыртқы оқиғалар сенің мақсатыңның орындалу үшін икемделе бастайды. Визуализацияны ішкі фильм десек, енді оған сезімдер қосу керек. Сәтті шыққан жобадан кейінгі сезімдерің қандай болмақ? Шабыттану ма, бақытты күй ме, қуану ма? Қандай сезім болса да, оларды ойша сезіне алу маңызды. Қалаған нәтижеге жете алу үшін өз бойыңда бар артықшылықтарыңды, шағында болсын, бар жетістіктеріңді байқай білуің керек. Мысалы, сен жақсы әзілдей аласың, сен табандысың, сенің достарың көп, бұл сенің артықшылықтарың. Осындай тізім жазып толтырсаң болады. Әр жетістік келесі жетістікті тартады. Сондықтан шағын жетістіктерді елеп ескеріп жүру керек. Миыңа жетістіктерінің бар екендігін сіңіре беру керек. Адамның миы түп сана және сана дейтін 2 бөліктен тұрады. Бұл екеуінің арасында аз зерттелген және құпияға толысы түп сана болып табылады. Ойлардың материалды күйге айналуына осы түп сана жауапты. Сен материалды шындыққа айналдырғың келетін істеріңді түп санаңа бекітіп қойсаң болады. Уақыт өте келе ол жүзеге асады. Сана ол сенің бағбаның, ал түп сана сенің ішкі бағың. Баққа не егетініңді санаңнан іріктеп алуың керек. Түп сана ауру, жетістік, жеңіс, қателік, сәтсіздік деген нәрселерді ажырата алмайды. Ол өзіне қандай ой түседі, соны жылдам жүзеге асыруға ұмтылады. Түп сана сен қалаған нәрсеңді саған береді. Егер күнде соны елестетіп жүретін болсаң, сыртқы жағдайлар сенің қалауларыңа қарай өзгере бастайды. Егер түп санаңа жетістікке қатысты ойларды сіңіретін болсаң, ол жүзеге асады. Дәл солай сәтсіздік туралы ойлар да жүзеге асып кетуі мүмкін. Түп сананың потенциалын ашу үшін мидағы ескі шектеулер мен қалыптасып қалған көзқарастарды өзгерте алу керек. Ескі шектеулер мен көзқарастар да саған байқалмауы мүмкін. Сен оларды тек өзіңнің сөздеріңді және ойларыңды бақылау арқылы анықтай аласың. Мысалы, жұмысқа орналасатын болсаң, сенде «Мені бұл жұмысқа кім алады ғой дейсің?» деген ой кетуі мүмкін. Бұл шектеу болып табылады. Ол саған бейсаналы түрде келе береді. Қорытындыласақ, біздің айналамызда қоршаған заттардың барлығы материядан тұрады, ал материялар энергиядан құралады. Ол энергиялар адамдардың ойларынан пайда болады. Өзіңнің ойларыңды, шектеулеріңді, пікірлеріңді, ішкі сенімдеріңді, өмірге көзқарастарыңды бақылауда ұстап жүр. Негативтілерін позитивтілермен ауыстырып жүр.